Тілендиев Нұрғиса Атабайұлы 1925 жылы 1 сәуір күні Алматы облысы Іле ауданындағы Шилі Кемер ауылында дүниеге келген. Әкесі Атабай домбырашы, халық әндерінің білгірі болған. Шешесі Салихада музыканы жақсы көрген, өлең айтқан, тіпті сырнайда да ойнаған екен. Нұрғиса Тілендиев жайлы бестерек. Нұрғиса домбыра тартуды 5 жасында әкесінен үйренген екен. Күндердің күнінде ауылға пойызбен Ахмет Жұбанов келеді. Пойыздан түскен ол там үстінде домбыра тартып отырған бала Нұрғисаны байқап қалады. Кейін баланың шешесіне барып, «Жеңге, атым Ахмет. Пойыздан жаңа түскен бетте назарым балаңызға ауды. Баланың бойында талант тұнып тұр. Музыка мектебіне беру керек» деп айтады. Нұрғиса осылай ұстазы Ахмет Жұбановпен жолығып, музыка мектебінде, кейін консерваторияда білім алады. Домбырамен қатар Нұрғиса бокс қолғаптарын серік еткен екен. Алайда Ахмет Жұбанов не бокс, не музыка деп шарт қояды. Нұрғиса өнерді таңдайды. Сазгер ән жазғанда белгілі бір уақытты таңдамайтын, көбіне үйде жұмыс істейтін. Әуен ойына оралған кезде дереу рояльге отырып жаңа әнді дүниеге әкеледі. Одан кейін Тұманбай Молдағалиев не Қадыр Мырзалиге хабарласып, әнді естіртіп өлең жазып берулерін айтады. Ол жыралығы Жамбыл Жабаевтың жақын туысы болып келеді. Өмірден өтерінен 1 жыл бұрын ол Жамбыл мазарына барып, «Ата, маған қасыңнан 1 метр жер берші, өзіңді күзетіп жатайын» деп сөйлейді. 1 жылдан кейін көз жұмбас бұрын, «Мені Жамбыл атамның жанына қойыңдар, құстар қайтып барады, әнімен шығарып салыңдар» деп аманат сөздерін айтқан екен. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Нұрғиса Тілендиевке 1998 жылы халық қаһарманы атағы беріледі.